Assalamualaikum кыз-келіншектер. Мен мақыр туралы бір емес бірнеше рет айтып кетемін. Тағы да тоқтала кетейін. Мен бастап ем, бәр жерде мақыр туралы айтып жатыр. Оңды солды, бірақ білімі бар ешкім жоқ. Сонымен жарайды, мақыр алдың дейік, квартира алдың, үй алдың, машина алдың дейік. Не болса соны сұрағаныңды алдық дейік. Ал енді білімсіз надан қыз-келіншектер, сосын олардың күйеулері мына құпияны білмейді, мақырдың сырын. Мақыр дегенді алдың, ал егер ажырасатын болсаң, әйелдің кесірінен, егер әйел талақсыздайтын болса, онда сол алған мақырын қайтарып беру керек, осыны ұмытпаңдар. Тыр жалаңаш қалып жүрмеңдер, өздерің талақ сұрап содан кейін.